теншаны өткізіп алдық та енді қайта артқа қайтып бара жатырмыз. Бірақ мына келген жеріміз әдемі екен. Не Нұршатай, әдемі? Қайсы, әдемі ғой. Қазір мінеміз. Негізі Котаку деген жерге бара жатқанбыз, бірақ пойызымызды алмастырып алып, қайта қайтамыз деген жолда осындай Эношима деген арал бар екенін көріп, сол жерге баруға шешім қабылдадық. Өте сондай әдемі жер көрінеді. Қазір барып бірге көретін боламыз. Осылай Жапоннан бөлек орналасқан кішігірім арал екен. Басқа жерге түсіп қалдық. Эношима деген. Тіпті әдемі жер ұқсайды. Сол жерге бара жатырмыз. Мына жер Эношима деп аталады. Арал бөлек картаға қойып қойған болатынмын. Сол жерге келдік. Бұл жер туристік жер болып саналады. Бірақ біз ерте келгенде ма ондай адамдарға көп жолықпадық. Бірақ осындай керемет жер екен. Сіздермен алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Оны жеуге болмайды ғой, Нұршатай, балықтар ғой. Күзесің қайда? Қайда? Қайсы күзесің? Иә. Эношима деген әдемі жер екен. Жақта қайықтар мен келгенді қайықтар екен. Жаз мезгілінде келсе әдемі болатын сияқты. Біз қазір мост, көпір. Осы көпірден өтіп, біз анау Эношима аралына барамыз. Осындай мен көпірден өтеміз. Көпірдің жағалауы да өте әдемі екен. Шетелдіктер, жапондықтардың өздері де көп. Негізі саяхаттайтын. Біз негізі осы Эношимаға бірінші келіп тұрмыз. Достарымыз келгенде осы жерді негізі білмеппіз көрсетеді. Өзіміздің бірінші көріп жатырмыз. 1 километрдей екен көпірдің ұзындығы. Аралға жетіп қалды. Бұлай шықсақ, тауға барады екенбіз. Бірақ біз арбамен жүре алмаймыз, иә? Ал? Мынау 10 сен екен. Онсен деген жаңағыдай не ғой, ванна сияқты ыстық суға аяғымды малып болмаса өзім шомылып отыратын деген сияқты. Осындай.
негизи Жапондун баардык осундай жерлерине, сол өз жерлерине тән дүниелерин сатат. Мисалы, дәмдери болсун, жейтин тагамдары болсун, болмаса жаңа сувенирлар болсун, ар жердин өзүнө тән. Мындай сувенирлар бар экен. Мындай сапкылар 100 йен экен. Мындайдын баары сол сапка коятын нелер ғой. Ыдыстары кичигирим. Мындай сыяктуулар да бар экен. Мына жерде менің өзімше жасайын деген дүниелер осы ғой. Резина арт. Стамас. Мен осындай жасайын деген едім ғой. Өзіме бір сырға алдым. Аригато гозаймасу. Аригато гозаймасу. Arada. Hadi. Қалай ысырғам? Бәрі теңіз өзінде. Айтпақшы, Жапонда осы ресторандардың алдында тамақтың осындай несін салып қояды. Мына жаққа енді шыға алмаймыз. Үйік екен. Өте әдемі жер екен. Тыныш, сондай адам көп болса да бір түрлі. Сол жапондардың өздерінің сол сыйынатын жерлері ғой. Күшті жер екен, я, мына жер. Ананың бәрі сонда не ғой, жағалау ғой, я, бич, я. Өте мотолар тұр екен да, мотоциклдер. Нөмірлерін қарасаңыздар. Барлығында осындай сурет бар, осы Эношиманың несі. Біз дөң арқылы түсіп бара жатырмыз. Қайқа барып тірелетіміз білмейміз, бірақ сонда да жүріп бара жатырмыз. Насырғам өзіме ұнап келе жатқаны. Қайдасың сен? Мен сакура петромен. Мына ненің басында, тау сияқты дөңнің басында мынандай үйлер бар екен. Жаңа мотолар осы үйде тұратын адамдардан несі ғой деймін, көліктері. Жаңа биікке көтерілген еді ғой, сол биіктің ішінде өзі бөлек кішкене қалашық бар екен. Тамақтанатын орындар, дүкендер. Мына жер күшті ұйымдастырған екен.
Нашатай. Күшті ма, Нашатай? Күшті ме екен? Ол жаққа шығуға болмайды, Нашатай. Күшті екен, иә? Asker. Нашатай кел. Кел, Котахан. Ben açtım. Мынау Ивая деп аталатын көпір екен. Нашатай, бер кел. Қазір мына үңгірдің ішіне кірейік деп жатырмыз. Осы жағалаудағы. Кезекте тұрып бет алдық. Жүр. Нашатай қолынан ұстай ғой. Жүр. Мынау міне Эношима аралы. Мына жағында міне Фужи тауы тұр. Нашатай, жарық берді ма бізге? Қазір осы жақпен барамыз. Жүреді екеуміз, сосын айналып былай келеміз. Жүр, Нашатай, көріп келатсың ба, жаным? Мына үңгірлер Фужи тауына байланысты болды. Жатты бұл жаңа. Фужи тауының ең төменгі қабатымен байланысты болуы мүмкін деп жазып тұр. Үңгірге бара жатырмыз. Үңгір маласын ана төтенше жағдай болған кездегі құтқаратын көмектер ғой. Бір жағдай болды, сондай бір көмек керек болып қалса, осының ішін ашып көмек аламыз, иә? Былай барайық. Қайсы? Бұл ма? Бұл су. Су ғой, көрмей тұрсың ба не дейсің? Жүр кет, екіншісіне барайық. Мынау 80 жыл бұрын. Қазір дейміз, Нашатай. Мына үңгір негізі 80 мың жылда қалыптасқан үңгір екен. Сол су, орындық бар екен. Судың әсерінен тесіліп келген тастардың арасынан өтіп пайда болған үңгір екен. Фужидан келуі мүмкін дей ма? Қауіпті деген сөз ғой, қауіпті аймақ. Ары қарай қауіптірек деген сияқты. Екінші күндерге кетіп бара жатырмыз.
Olgan dыбыстары естіліп тұрбай. Мына жақта әдемі болды, иә? Нашатай қара. Әдемі? Әдемі? Нашатай? Әдемі? Күшті екен, иә? Бұл жақтарға кіруге болмайды. Нашатай бер тұр, болтақан. Не? Бер келе ғой. Бер, қазір бірге кіреміз тоқтай бер ғой. Не? Ішін әдемі болып кеп қойыпты, иә? Жарық қылып. Panasonic. Panasonic'in майктары көп қойды. Нашатай күшті ме екен? Қандай екен дәмі? Қандай екен? Нашатай көрсетші дұрыстап, қандай? Сондай ма не? Расы? Я. Мына хаки ма? А? Ика деген. Ика? Ол не? Бұл да бірақ хаки сияқты ғой, ә? Ой, әкеңе де бер болды. Біткен мен тап көрсетіп. Денемін ұнтыға табай. Қандай екен? Жеңіл. Көрсетіп көз? Жеңіл. Не бар ішінде? Жұмыртқа, темпура, балық, мынау не? Удон, не? Күшті екен. Күшті қасыға кеп бердің ба? Жей ғой, е? Менің тамағым балық, күріш, мисоширу, сашими. Нашатай сен татты ма екен? Жеп қойыпты ғой. Удон. Болдық. Енді тағы да бір жерге келдік. Бетіміз қызарып тұр, жаңа тамақ ішкен жер ыстық екен да. Әрі AC-дің тура астында отырдық ыстық жерде. Сонымен бетім қызарып тұрған. Маған комментарий айтудың қажет жоқ қой неме. Онсыз ақ түсінікті. Өте әдемі жер екен. Біз бағана барған жер. Ана жартастар ғой. Жағасы қандай болады екен. Мына жақта мен қайықтар тұр бәрі.